Бүгін сіздерге бір ғана бөлімін баяндаймын, яғни 40-шы бөлімін баяндап беремін. Түрмедегі Мелекке ағасы Нұх келеді. Екеуі отырып сөйлеседі. Мелек айтады: мен саған маңызды бір нәрсені айтуым керек дейді. Ал мұнда Сумру Таксинге алғысын айтып жатыр. Рахмет саған көп, мен балаларымды қорғағаның үшін деп. Мелек осы кезде жылап отыр. Нұх, кешірші мені, мен жүктімін. Жиһаннан жүкті болып қалдым дейді. Нұх ашуланып, ашуы басына сыймай, бұлай қалай болғаны, сені ол зорлады ма дейді. Жоқ, олай емес, жоқ, ондай болған жоқ деп жатыр. Онда баланы алдырт дейді. Бұл баланы неге әкелмейсің? Қарсымын деп айтып жатыр. Әлі де Мелекті шын сүйетін Жихан комиссарға келеді, яғни полиция бөлімшесіне келеді. Осы жерде ақшамен таныс тамыр арқылы комиссармен жолығып, Мелекке жолығу үшін рұқсат қағазын алады. Сәмет мырзаның ұлы екенін айтып, комиссардан Мелекпен кездесуге рұқсат қағазын алады. Мейрамхананың бастығы болған Нұх қызметшілерге нұқсап, қонақтарға қызмет көрсетіп, қош келдіңіз деген сияқты болып тұрады. Осы кезде Таксин ағасы келеді. Қазір менің маңызды қонағым бар, соны күтіп ал дейді. Құп болады Басеке деп айтып жатады. Осы кезде менің маңызды қонағым келді дейді. Ол Сибалай еді. Сибалай мен Нұхты кездестіру мақсаты. Бір-бірін неше күннен бері көрмеген қос ғашық қуанып көрісіп, бір-бірін құшақтасып, мен сені сағындым, сен де мен сағындың ба деген сияқты екеуі бір-бірімен керемет құшақтасып кездесіп жатыр. Ал мұнда түрмеде күтіп отқан Жихан Мелектен тағы да сұрайды, бірақ Мелек кездескісі келмейді. Соны Мелек саған айтатыным бар дейді. Ал айтатыны: мен сені әлі де сүйемін, сені сағынамын. Осындай секілді сөздер айтып жатыр. Мелек: біздің арамызда ешқандай сезімдер жоқ, махаббаты жоқ, бәрі бітті дейді. Кешке Сибалай мен Жихан кездескен кезде екеуі сөйлесіп тұрады. Сол кезде Сибалай шындықты айтады. Білесің бе, Мелектің аяғы ауыр, мен оны ағасынан Нұқтан естідім дейді. Сол кезде Жихан таңғалып қалады. Сумруды бастығы алдап қонақ үйге әкеледі. Мұнда бір жұмыстар бар дегендей. Сумру сүйеніп бастығына келеді, бірақ бастығының ойы арам екен. Осындай жаймен де қадам жасайды. Сумру: жоқ, бұлай болмайды, мен кетемін дегенде, ешқайда бармайсың. Көресің, бүгін мен саған керемет түн сыйлаймын деп ізінен қуа жөнеледі. Сумру жылайды: жібер, бұлай жасама деп. Бірақ азғындыққа еті үйренген еркек оны ешқайда жібермейтін болады. Сол кезде жоғары қарай қашып, есігін жауып отырады. Құтылам деген тұр ғой, бірақ еркектің әті бәрібір еркек емес пе? Қатты күшпен сындырып, есікті ашып, Сумруға жетеді. Қалған бөлімін ертең толық салатын боламын.